Қызыл телпектің әжесіне звондайын, әйтпесе тойға ма, құдалыққа ма кетіп қалса, қызыл телпек не істейді? Өзің үйіне кіре алмайды, далада қалып қойса қасқырлар алып кетеді ғой. Ой, қазір звондап қояйын. Алло, әжесі? Неғып алмай жатыр? Әлде ютубтан кино көріп отыр ма? Әлде ойын ойнап жатыр ма? Стримге кіріп гүл беріңдер деп отыр ма әлде? Вообще-то орман ішінде сүт бар ма? Алмай жатыр ғой. Мынау кім заңдай берген? Енді ойынның қызық жеріне ұсталғаны қосылып. Кәне, заңдайын алайын. Алло, ол кім? Кім дейді? Алло, әрендеге алдыңыз ғой. Мен ғой, қызыл телпектің мамасы. Кім? Қызыл телпек? Ой, қой, оны танымаймын мен. Не қыл дейді? Қызыл телпекті танымаймын дейді ма? Біздің әжеміз есіңнен аузайын дейді ма? Алло, мен ғой қызыл телпектің мамасымын ғой, танымайсыз ба? Мамасы. Қызыл телпек сіздің немереңіз. Я, енді қызыл телпек есіме түсті. Сол ғой біздің үйімізде сүтке тартпайды ғой, тек тереземізде тартады. Терезенің алдыңа жақындайыз. Иә, айта бер, не болды? Не? Сүт тартпайды дейді? Ой, әжесі менше сонда қызыл телпек адасып кетпей ма? Ол сот кісінен картадан қарайтын еді ғой. Орманда не, сүт тартпай ма не? Әжесі, онда сіз оны терезеден күтіп алыңыз. Ол сіздің үйіңізге кетті. Біздің үйімізге? Неге келе жатыр? Әлі маған пенсия түскен жоқ қой? Ой, әже, сіздің пенсияңызды көруге бара жатқан жоқ. Сізге бір ыстықта бәліш апаратыр ол қыз. Я, тәтті тоқастыр ма? Жаретейінше қызыл телпекті терезеден күтіп алып қарайын. Я, онда давай сіздер енді ыстық тоқаспен шай ішесіздер. Я, давай. Мынау қызыл телпек қайда? Жаңа ғана келе жатыр деді ғой. Мынау бір уақытымды көп алып, ойынды ойнай берейін. Кәне. Деп әжесі әрі қарай өзінің ойынын жалғастырып кетеді. Әже, сіз ойын ойнайсыз ба? Иә. Сіз немереңіз келе жатыр, шай қойып, дайындалмайсыз ба? Жоқ. Мамасы айтты ғой келе жатыр. Біздің современный әжеміз осылай телефон көріп, ойын ойнап отырады. Очине қояны сотқа. Енді қалай адасып кетті? Қалай табамын? Мына кішкентай қыз кім? Орманда адасып жүрген. Қасына бар сұрап көрейік. Сенің атың кім? Мен қызыл телпекпін. Не, сені орманда адасып кеттің бе? Иә. Қайда бара жатқан едің? Әжем үйінде бара жатыр. Мен байзап келе жатырмын. Бізді тапқаның жақсы болған екен. Біз осы орманның аңшыларымыз. Біз қазір саған жол тауып береміз. Деп аңшылар кішкентай қызыл телпекке әжесінің үйін көрсетеді. Сөйтіп орманнан аман есен шығарып жібереді. Орман тыныш па екен? Жан жақта қарадың ба сен? Я, қарадым. Ешкім жоқ. Онда таза болса кете берейік. Деп аңшылар өздерінің жұмысымен кетеді. Сөйтіп қысқа жолмен қызыл телпектен бұрын жеткен қасқыр әженің үйіне де келеді. Кім бұл? Мен ғой, досымды дұрыстап алайын. Қызыл телпектің досымен айтуым керек қой. Мен ғой, қызыл телпек. Есікті ашады. Рахмет, әже. Неге түрің өзгеріп кеткен? Сен түрің сүп-сүкінде әжеме болып тұрады ғой. Енді мен үлкен болып өстім ғой. Қойыңызшы әже, мен сүйкімдімін ғой. Енші тоқаштарың қайда? Қайдағы тоқаш?
Ей, сонда не, сен не алдап тұрсың ба, не қызыл телпекпісің ба, не? Сонда не, сен не, мені алдап тұрсың ба, тоқасың жоқ деп? Ой, кәне мен сенің көзіңді көрмей тұрмын ғой. Кәне сенің бүтісің шығарай. Қазір татыр. Не барады? О, мен құттым. Бері кел. Әже, мен сізді қызыл телпек келгенше естіп байлап қоюым керек. Мынау не деп тұр? Ей, мен жібер деймін. Ей, жібер. Кешіріңіз, әже, бірақ мен қызыл телпек келгенше сізді жібере алмаймын. Ей, мен жібер. Кешіріңіз, әже. Мен бірақ оны шешіп, қызыл телпекті әжесі болып алдауым керек. деп әжесін байлап қойып, жаман қасқыр орамалын тағып алады да қызыл телпекке әжесі болып алдынан шығу үшін осылай дайындалады. Қасқыр әже болдың ба сонда сен? Қасқыр әжесің ба сен сонда? Қашын кетім. Әже, ашыңшы есікті. Сізге баясап Кел, қызыл телпек. Әже, неге дәуі біткесің? Енді мен тамақты көп жегенмін ғой, сосын бар дәу болған. Я, кіре ғой. деп қасқыр әжесі болып қызыл телпекті үйіне алдап кіргізіп алады. Қызыл телпек болса әжесіне қарап таң қалып отыр. Әже неге өте үлкен болып кеткен, неге дәу болып кеткен деп әжесіне қарап таң қалады. Жолдан адаспай келдің ба? Әженің даусың шын. Кеше көп малымыздан жеп едім мұздай. Содан тамағым ауырып қалған ғой. Неге көзің дәу? Сені жақсы көру үшін. Іштен неге дәу? Сені жеп жаңа. Тоқта. Біткен жоқ, тұра тұр. Оны жеп қоймайсың сен, тұра тұр. Деп бас салып қасқыр қызыл телпекке келген кезінде қызыл телпек қашып кетеді. Қашып кетесің сен, мен сені құтқарайын деп жатырмын, қашып кет. Деп қасқыр қызыл телпектің артынан қуа жөнеледі. Үйдегі шуды естіп қалып, орманда кетіп бара жатқан аңшы үйге кіріп келеді. Ей, сен кімсің? Сен кімсің, атам? Тақта! Ей, мынау не біле? Тірі жаман, тақта! Деп қасқыр құлап түседі. Ал аңшы болса қызыл телпекті және әжесін осылай құтқарып алады. Әже! Ой, әже. Әжесінің Қазір сізді ашайын. аңшы мырза, әжесінің орамалын әкеп беріңізші. Әжесінің түрі басқаша болып кетті ғой. Қасқырдың басында жатқан орамал бар, соны әкеп берсеңізші. Деп әжесі мен қызыл телпекті құтқарып алады. Әжесі мен қызыл телпек бір-бірін көріп қатты қуанып кетеді. Әже осында әже болайын да, жаңағына шашуға жеп біттім ғой. Кәне қызым келе ғой. Қызыл телпек жаным, не oldu сен орманда адасып қалдың ба, тоңып қалдың ба, қасқыр сен жетті ма? Ой, мен қызым менің. Деп әжесі мен қызыл телпек екеуі табысады. Сөйтіп әжесі қызыл телпектің сөмкесін сұрайды. Иісі аңқып тұрай, ыстық екен. Жүр кеттік қызым, шеше алайық. Бізді құтқарған аңшы, жүр кеттік, бізді шеше алайық. Қызыл телпек енді орманнан абай болып жүр, яма? Әлен дегенде қасқырды құлаттым ғой. Жүріңдер кеттік ал. Шеше алайық. Барлығы бірге отырып, тәтті тоқашпен шәй ішпекші болады. Ал жолда жатқан қасқыр мырза, сізде бар шәй ішіңіз. Қасқыр мырза төртеуі бірге шәй ішеді. Бар, кіріңдер, шәй ішеді. Осылайша барлығы келіп бірге шәй ішеді. Так, достар, біздің жаңа новый қызыл телпек видеомыз ұнаса, комментарий жазыңыздар. Қайсы ролін күшті ойнап шықты. Келесі видеода кездескенше. Айсел, не дейміз? Өйтпесін, ғанеті сұсында пака-пака. Эйна, мамасы ғой, мамасы қайда? Киім шешіп тапсың. Достар, келесі видеода кездескенше. Пока-пока.